жарған ақын, Баптау мен бойындағы Байталантын Ақтау мен Астанаға барған ақын, сылбыр болып өтіп жатқан айтыстарда сырдан бұл Мұхтар келсе жанданатын, кімің бар менен басқа дегендердің талайын таздай болып шалған ақын, жалған деп айта алмайды ешкім мұны, сүлейі бүгінгінің болған ақын дейді сырдан келген. Оның қарсыласы, алашқа аян бағасы, сөзінің жоқ аласы, ағайын енді шығатын Тоқтамыстың сарасы, Мұхтарды жеңіп кеткенше тоқтамайды ау шамасы дейді. Сара Тоқтамысоваға жақсылап қол соғып қабылдап қоюларыңызды сұраймыз. Рас болса осы айтуың, білемін бар шегемнің бос айтынын. Алсара секең бізді мақтап жатыр, ақындар деп жырдан мүсін қашайтұғын. Сондықтан да мақтауға сай болайық, қалайық әр сөзіңді асайтұғын. Себебі білесің ғой, мақтаған қыз тойда острый қимыл жасайтынын. Бісміллә сөз бастайын ұрып белден, төр алып жайғасқандай түрікпеннен. Алаштың аймаңдайлы ақындар ек, алшаңда бақсарайға кіріп келген. Осындай игі істер көп болса ғой, елдің ішін бүлікпен іріткеннен. Ағайын ынтымаққа не жетеді, бірлігіңді құр бекер шіріткеннен. Шығыста тасып жатқан ештеңе жоқ, сонда да тұратылғый күліп кеудең. Армысың Өскеменнің адал халқы, соңғынанын қонаққа күліп берген. Бабасының өнерін ашықтырмай, баласының аузынан жырып берген. Мұсылман білсе дағы неше сүре, бүгіні ұқсамайды кешесіне. Өскеменнің білеміз адал халқын, шүкір қонған қасығы кесесіне. Бірақта қара көзден көк көздер көп, көз салсаң бұл аймақтың көшесіне. Таза қазақ шығыста аз болғанмен, таза миот көп екен есесіне. Мәселе елден алған сыйлықта ғой, айтайық шымыр өлең ширыққан ой. Екеумізді шығарды соң жағынан, барлығы секең берген бұйрықта ғой. Бірақта соңында деп уайымдама, қауырсынның сұлуы құйрықта ғой. Ау армысың айтыстағы дамы көзір, құяйын қаның ажыр, жаның ажыр. Ендеше бір айтысты біз бастайық, мінекей секең дайын халық әзір. Байқаймын сарасылу өткірсің ба, сенбейтін ару өдің көп тылсымға. Мұхтар менен айтысам не деймін деп, өз-өзіңді ішіңнен жеп тұрсың ба? Не де болса, жақсайық жақсы айтысты, өз-өзіңе сенімді бек тұрсың ба? Сәбиіңдап жетіпсің Өскеменге, бұл сара көңіліме сеп қылсын да, күйеуіңнің есімі есіледі. Сені шығыс өзінен шет қылсын ба? Есілдің баласынан миың ашып, ертістің жағасына кеп тұрсың ба? Ұрпақтаулы артыңда із қылғанда, сол үшін барамыз ғой біз құрбанға. Соңыңда салихалы бала болса, көзіңді шықмайды құзғын қарға. Жарың менен екеуің ақылдасып, болашақ